О, жігіттер! Не жатсыз мынау? Түс болған жоқ қой әлі. Жұмыс қайда? Жұмыс жоқ. Не болып қалды? Сайлау. Пысық болсаң өзің істе. Біз саған бала емеспіз. Айтшы Сайлау. Осы сенікі не әңгіме? Сенен басқаның бәрі міне жұмыс істеуде. Ал сен болсаң елге ақыл үйреткеннен басқа не бітірдің? 10 жыл болды ғой, әкім болғаныңа. Не бітірдің? Қолыңнан ештеңе келмейтін болсаң, босат. Жәке түсінікті болды. Елді маған қарсы күттеп жүрген сіз екенсіз ғой. Бүліктің басы. Иә. Мен емес, өздері. Бұлардың көзі ашылды. Айтыңдаршы, әкім не үшін керек? Халықпен бірге жұмыс істеу керек қой. Ал біздің әкім не істеуде? Айтшы, не істедің? Жарайды. Жарайды. Жігіттер, бос әңгімені қойыңдар. Бұл жүгері маған керек емес, сендерге керек. Осыны төкпей шашпай жинабасақ, ақша болады. Ол ақшамен бала-шағаларыңды асырайсыңдар. Отбасыларыңды бағасыңдар. Сондықтан да анау жаман, мынау жаман демей, тірлік істейік, жігіттер. Ей! Ой! Сендерге дауа жоқ екен ей. Қойыңдаршы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам Ербол бауырым. Қайда шықтың? Жұмысқа ғой. Қалай? Ашылы ойдағыдай өтті ме? Кеше келе алмадым. Ештеңе етпес. Ең басты 5 уақыт намазға келіп тұрсаңыздар болған. Жұмадан қалмауға тырысамыз. Бірақ енді 5 уақытқа қолымыз тимейді. Кейінірек болмаса. Әйтеуір, жүрегіміз таза, ниетіміз түзу ғой. Дұрыс қой. Дегенмен ереке бар ғой. Адамзаттың ішіндегі ең жүрегі таза. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам еш уақытта 5 уақыт намазын қалдырмаған екен. Ары қарай өзің ойлай бер. Мә, құтты болсын. Қашан алдыңыз? Кеше әкім берген. Ауыл ішіне міне тұрды. Мынау баяғы Сайлау ағаныкі ғой. Әлі бар екен ғой. Иә, жақсы болды бұл темір тұлпар. Жақсы болды екен. Көрсеміз. Жақсы, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам балалар. Қалай қалдарың? Жанар? Сен қайдан жүрсің? Қайда жүрсің деппін ғой? Не ғой? Ербол, мен ауылға бір жолата келдім ғой. Сен естіген жоқсың ба? Естігем. Естігенде енді оқуға бармайсың ба? Жоқ. Қалаға қашан кетесің? Кетпеймін. Бір жолата келдім дедім ғой. Келе салысымен қайтадан қалаға қойын дедің бе? Жоқ. Жақсы болды. Жақсы болғанда ренжімеш. Саған барып амандасуға қол тимей. Түсінем ғой. Сенің келгеніңе қуаныштымын. Сусыннан? Рахмет. Түгі Ербол. Қыр соңымнан қалмадың ғой тегі. Ма, 1000 теңгең. Кеше осы үшін мешітте жағамнан алып төбелес шығардың ғой? Ұят емес пе? Не көрінді саған? Ма? Осы үшін артынан қолап жүрсің ғой? Ауылдас деген кішкене кең болу керек. Ербол, кішкене сабырлы бол. Мешітте 5 түйін үшін шу шығарған ұят тірлік. Келесі жолы етпе, иә? Жанар, кеттік. Сайлауға күтіп қалды. Жақсы. Сен бүгін келгеніңді атап өту керекпіз ғой. Иә.
жайғаса қой. Ерболай, кейде айым сол жігіт. Әркімнің артынан бір жүгіріп бейшара. 1000 теңгесін берем дегем о. Содан сен келет деген екен, ары-бері шапқылап жұмыстармен уақытым болмай қалды. Сол екі арада 1000 теңге үшін қара терге түсіп артынан қалмай кешеден бері жүгіріп жүр. Қатты керек болған шығар енді. 1000 теңге де ақша ғой. Жоқ. Өз сараңдау жігіт қой. Енді дым көрмегенде жаманда. Кедей отбасы. Сәрсен ағам да оны аяп жұмыс қалған. Жарайды, қойшы. Сонымен оқуың бітті? Иә. Күреске жазылып дейсіңдер ме? Пайғамбарымыз немелерін күрестірген екен. Әзірге Сәкен ғана қатыспайды. Папасы қол қою керек. Біз Бақ екеуміз қатысып жүрміз. Сіз Алматы, Астана деген қалаларға бардыңыз ба? Иә, Алматыға да барғанмын. Астанаға да барғанмын. Астана қандай екен? Тура телевизордан көрген дей ме? Иә, тіпті одан да керемет. Ондағы барлығы жап-жаңа ғой. Иә, тура Америка ғой телевизордан қарасаң. Барысханаға егер жақсы көрсеңдер, Астанаға жарысқа апарам деген. Дұрыс. Барыңда. Мақсат қойыңдар алдарыңа. Бізден сіздің мешітіңізге келіп тұрсақ болады ғой. Бұл менің мешітім емес. Қайта сендердің мешіттерің. Әрине келсеңдер болады. Мен сендерге Құран үйретемін. Ой, оны шал болғанда оқимыз ғой. Жоқ, қайта жас кезде үйрену керек. Өзі жас, Құран оқитын адам Алла Тағаланың сүйікті пендесі болады. Біз онсыз Алланы жақсы көреміз. Ендеше пайғамбардың үйреткенін үйренейік. Сонда Алла Тағала бізді де жақсы көретін болады. Ай, Сағындық, не істеп жүрсің сен мұнда? Мешітке әлі ерте келуге бар, ойна. Жарайды, мама. Амансың ба, молда бала? Амансыз ба, апай? Кел, әңгіме бар, тастан амаңды. Мен Айман деген әпкеңмін. Осы ауылда мені бәрі біледі. Біз де сол имандылықтан алыс кетпеген адамдармыз. Құмалақ ашамыз, жауырын қараймыз. Осы елдің жолын ашып, сауап алып жүрміз бізде. Саған бір шаруамен кеп отырмын. Мына мешітіңнің бір бұрышын маған бер. Мен әдемлеп тұрып, ақ төсеп, халықты емдейін. Әрі имандылық, әрі бизнес десең де болады. Түбі екеуміздің ниетіміз бір ғой. Өзіңде бір иманды жан керек еді. Мына мешітті жақсы болды. Сен маған серік бол. Сөйтіп екеуміз халықтың ақ батасын алайық. Әпке, кешіріңіз. Бұл мешіт. Қалай айтсам екен сізге? Құмалақ ашу, жауырын қарау деген енді Алла Тағала тұрғанда қойдан түскен 4-5 қиға қарап болашақты болжау миға сыймайтын нәрсе. Жауырын деген не ол? Етін адам жеп, сүйегін ит кемірген нәрсе. Адамның жолын ашатында, жабатында Алла Тағала. Өйткені барлық жаратылысты жаратқан Алла Тағала емес пе?
Әй бала, сен енді бізге ненің қалай жаратылғанын үйретпе. Яйцо, курицо не учит қой. Мына мен мешіттің бір бұрышын сұрап тұрмын. Айтып отырмын ғой. Әрі имандылық, әрі бизнес деп. Енді бермесең оныңды айт. Берсең, сен де сауаптан құр қалмайсың. Кешіріңіз, әпке. Бұл Алланың үйі. Мешітке ел келіп намаз үйренеді. Құран жаттайды. Бизнеске айналдыратын орын емес қой бұл. Сен баланы жөн білемекен десем, сақал өсіріп алғаныңа қарағанда. Айтпақшы, ана жас балаларды мешітке шақырғаныңды қой. Сенің не үйрететінді кім біліпті? Айтпады деме осыдан. Айғаным, үйде дең төзі ашық түсті киім жоқ па? Жумағасын ба? Тойға бар жатқан жоқсың ғой. Кешегі киімдерін кисеш. Неге таза киім сұрай қалдың? Жарайды. Айтсам болды ғой. Кір машина әперіп қойғандай сөйлейді ғой. Тұр ғой, Ескі ғой ол. Қайда баратсың тағы? Эстоға барайын. Үйде жатқаннан пайда жоқ қой. Бітіріп жатқан шамалы. Кешәкінге барып, тегін жұмыс істеп келдің ғой. Осы сен асар деген сөзінің мағынасын білесің бе өзі? Жоқ, білмеймін. Мен қараңғымын ғой. Бұл үйде ең ақылды сендерсіңдер ғой. Отырып алып мені маздағата бергенше ақша таппайсың ба? Маған оңай дейсің ғой деймін. Балаңды бағам. Ол аздай кәрі кемпірді бағып отыр. Ей, сен сөзіңе абай болшы. Абай болмаса не істейсің? Үйден қуасың ба? Кім жаман? Айғаным жаман. Бұл үйде көрген күнің құрсын. Не үй емес, не қора емес, не дүние мүлкі жоқ. Ей, дүние мүлкі. Сықиған үй тоғы болшы. Басым ауырып кетті. Тауып алам. Сен маған сонда кет деп тұрсың ба? Бәсе деймін ғой. Іздегенің сол екен ғой. Соны айта алмай жүр екен ғой бұл. Кет десең қазір-ақ кетем. Жарайды, сәке. Маған басқа шаруаңыз болмаса, мен жайлап жылжи берейін. Там, если что, пособиеңізді жазып қойсаңызшы. Ерқат, әлде болса ойланшы. Қол-аяғың балғадай. Яғни қорабайға жәрдемші керек. Қыс-қыстауда, жаз жайлауда, жегенің ет, ішкенің айран, 30 мың айлығың бар. Не керек саған енді? 30 мың айлығында жүріп, мал бағу конкретно мне впадло. Ят болады, сәке, сол үшін шақырдың ба мені? Мал бағып адал ақша табу ұят, Үйде жатып соқталдай басыңмен пособие алу ұят емес, Молодец. Ерқат, өстіп жүріп бір күн сен құрайсың тағы да. Онсыз да сотталып кет деген атың бар. Короче, сол малды өзің бағып жүру бер. Сотталсам өзім сотталғам. Не басым бар дейді. Жоқ әлде әкем дейді, Жарайды. Бара берші. Бар. Пап, анау заттарды алдық. Кешке қанша адам келеді? Сок конфеттерді 10 шақты адам қышықтап алдым. Негізден өзіміздің жамағайын ғой. Құрбыластарыңнан ешкім шақырмайсың ба? Оларға кейін бөлек дастархан жайырмыз. Жарайды, өзің біл. Жаукен, онда біз продуктыны үйге апарып тастайық. Жарайды.
Жаукеңге рахмет, кешеден бері маған көмектесіп жүр. Жоға, қаладан оқып келген үлкен кісілерге қуана-қуана көмектесеміз ғой. Тұр, жуын. Түске дейін ұйықтадың. Ербол қайда? Жұмыста. Басым сұрап бар. Басым түсіп қалады ғой бірден сенің. Сәкебай, құмамен су әкеп құйшы. Өзің құйып жүрші. Қой балам, олай деме. Бар, су әкеп құй. Тағы ұйықтамадың ба? Ой, балам, сау не болды? Сәкентай, кел шай іш. Ішпеймін. Сәкен бәкке. Осы бала кешеден бері нәр татқан жоқ. Соңғы кезде сөз қайтаратын шығарыпты. Әкесі кісірғаннан кейін баласы қайда барсын? Құдай кешірсін. Өзің білесің. Мен арақ ішемесінен танып қалам. Есігін іліп алыпты ма? Ашпай қойды. Барысқан күреске алмай қойыпты. Сен мектепке мас болып барыпсың. Ботадай боздап келді. Өзге елден ұялмасаң да қаршадай балаларынан ұялмайсың ба дейсің? Сәкебай, ай Сәкеш. Жүр кеттік. Барысқана ғана барамыз. Аш есікті, аш. Бармайым. Қатыспайым күреске. Картаңа бара бер. Біз не қыласың? Жүрші құлыным. Мен енді карта ойнамайтын болдым. Жүр, бәрін қойдым мен. Аш есікті. Сәкеш. Жіберші, пап. Сәкентай. Жоқ, мен сенен жібермеймін. Енді сен мектепке барасың. Күреске қатысып, чемпион атанасың. Пап, шын айтасың ба? Әрине. Жүр кеттік. Мектепке барамыз. Пап, енді сен ішпейсің бе? Қойшы осындайыңды. Кәні, Сәкеш, кейін. Жинал, мектепке барамыз. Барысқанағаға жолғамыз. Жүр кеттік. Кел отыр.
өзіңіз айтқан ұрыс ақыры болды. Болып кетем. Бұлай жалғаса берсе өлетін шығар. Так. Асар. Кірім мәшіне. Киім жумайсың. Ұрыс осындай сөздермен басталған секілді ғой, өздері бір тиын әкемесе де дүкінді еркектердің әдеті ғой. Күйеуің бейхам. Саған деген сезімі де суып қалған сияқты. Ал сен өзің бүкіл үйдің ауыртпашылығын өз мойнымен көтеріп келдім дейсің. Шіркін-ай, қандай көріп келсіз? Қалай біліп отырсыз? Дәл солай бол. Әлгі біздің арамызда тұрған қызыл пәле не болды екен? Шыдай алмай мамама звондадым. Ал? Маман келе жатыр ма осында? Иә, келеді. Бұны мен жалғыз шеше алмаймын. Асықпа. Күйеуіңді оқытайық. Арнайы бір дуа бар. Ол өзі мешітке барғыштай бастаған секілді ғой, молдамен жүзбе-жүз кездесіп келдім. Жібі түзі бала емес сияқты. Секті ғой деймін. Папым тұрды ма? Қайда? Тұрып кетті мектепке. Мектепке кеттің деді ма? Жалғыз ба? Сәкен екеуі кетті. Ақ көйлек киіп, кәдімгідей болып. Менің кітабым қайда, тастап кеттіппін ғой? Қазір. Арасында ағылшынша жатап жүрмін ғой. Алло? Алло? Неге үндемейсің? Алло? Кім мынау? Білмеймін. Ылғи звондайды да тілін жұтқан сияқты. Бүйте беретін болса, телефон үзіп тастаймын. Айдаладағы біреуге ашуылмасы ба? Звондай берсін. Жігітті өзім таңдаймын. Өзім таныстырам. Ұнатып жатсаң сосын көреміз. Түсіндің бе? Қайдағы жігіт? Жарайды болды. Мүмкін сізге звондап жүрген шығар. Айтпақшы, Жанар ағылшын курсын ашқалы жатыр екен. Қатысаңшы. Ағылшын курсы несі? Жанардың не қатысы бар? Пап, мен Барысқан ағаның үйіне барып шақырып келейін, е? Сіз осында тұра тұрыңыз. Жарайды, балам, бара ғой.
О, Дүйсеке, не қылып жатсың? Сен осы шынымен осы мектепке директор қылып сайлағаннан сау ма? Қойшы, жүре берсе өз жолыңа. Не болды, Дүйсеке? Кешегі уәдең қайда? Қандай уәде? Қол беріп едім картон еміз деп. Кеттік жүр. Жоқ, барамайын. Не болды? Жым-жым? Кеше қырам, жоям, еркекпін деген қайда? Анна, мына, сиыр бұздау. Сөзің тұрсайшы, жүр кеттік. Жанар. 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 Сен бағана дұрыс түсінбедің. Жәукен көлігін жөндеткен болатын. Ол ылғи маған жасатады да, ақшасын бермей қашып кетеді. Оны маған несіне айтып тұрсың? Ол екеуінің араларындағы мәселе ғой. Сені дұрыс түсінбей қалды ма деп ойлағаным ғой. Бірақ мешітте төбелес шығарғаның да дұрыс емес деп ойлаймын. Төбелес? Біз төбелескен жоқпыз. Жай сөзбен ілінісіп қалдық. Соның айтқан сөзінің бәріне сене бересің бе? Сен ағылшын курсын ашып деп естідім. Иә, ондай ойым бар. Мен қуана-қуана жазылар едім. Оқисың ба? Иә, оқуым керек. Сен мені курсымды алсашы. Жарайды. Алдымен папамнан рұқсат сұрап курсымды ашып алайын. Акиматтан кабинет алуым керек. Не болса да мені тізімге қосып қой. Жақсы. Айтпақшы, бүгін кешке үйге кел. Менің келгенді атап өткелі жатырмыз. Аса көп адам болмай, тек жақындар. Жақсы онда. Келем. Қоштаспаймыз. Папам өзі келіп сізбен сөйлесемін деді. Келеді, қол қояды деп кеше айттық қой сізге. Жақсы. Сен мен дұрыс түсін, сәкем. Қыста сен аяғыңды ауыртып алғанда, папаң келіп шу шығарды. Содан кейін директор да маған сондай талап қойды. Әке шешелерің келіп, өздері қол қою керек. Әйтпесе, мен сенің спортпен шұғылданғаныңа қарсы емеспін. Қайда? Осында болған. Осында күтіп отырам деген. Алло. Сайлау Берекетович, бұл ауданнан ғой. Бақытжан Атович, қалайсыз? Танымай қалдым ғой. Буду краток. Сен отпускке шықпайсың ба? Бәке, қаяқтың отпускысы ауылда жұмыс қызып жатыр ғой. Сен отпускке шық деймін. Сосын ойлана жатармыз. Жарай ма? Түсіндің ғой мен. Сайлау. Ау, бәке. Сосын дұрыстап сөйлесеміз. Тездеп демалысыңа бара бер. Қаласың маған дүйсенбі кел. Қаласам? Түсіндің ба мені? Түсіндім бәке, түсіндім. Циклист, велосипед айдаушы, котлет, family, жанұя, флэр, ишілдік. Не болды?
Жоқ. Не жоқ? Папам жоқ. Жоға қалай? Солай. Біз мектепке барғанбыз. Мен Барысқан ағайды үйінен шақырып келгенше кетіп қалыпты. Жоқ. Сонда қайда кетті? Қайдан білейін? Алыпқа достары бар ғой, солармен кеткен шығар. Жарайды. Сен үйге бар. Анау, әпкеңе көмектес. Кешеден бері бұзаудың қашын шығамазсың ғой. Мен барып папам тауып келейін. Солай. Жағдай солай болып тұр. Әзірге сен ғана білесің. Кеше жазған болып тұр ғой сонда арызды. Ой Аллай, адамдарға жақпайсың. Мешіт ашты, елдің бәрін жұмысқа салды деп. Солайда арыздануға бола ма екен? Бір-екі жігіттен сұранғаным рас. Бірақ елдің бәріне мешіт салуға жоқпын ғой. Соны айтам. Онда да кімнің Дүйсеннің баласына айтқан көмектесіп жібер деп. Ербол ма? Жоқ, ол арыз жазатын жігіт емес. Жазғанның өзінде сол бір себепке ол әкімдіктен босатпайтын шығар. Мұнда бір гәп бар ғой. Айтсам екен. Осы қызметін қойсам қоя салайыншы. Әкімді құрсын. Ақыр алып атқан алғысым жоқ. Жоқ аға, олай демеңіз. Соңына дейін күресу керек. Ертең сіздің орныңызға кім келеді, ол да белгісіз. Бүгін қадіріңізді білмей отырған жұрт. Ертең сізбен жылап көріскенде көреміз ғой әлі. Арыз жазғыштарды. Олай деме. Шындығына қадір батқан түгіміз жоқ қой. Тек мына жала жапқандары жаныма батады. Көтермейсің ба дүйсеге? Ашыламыз ба? Так. Очко. Балаң келе жатыр анау. Не? Балаңды айтам келе жатыр. Қайда? Даган ойнайым дегенің қайда? Сендер мені көрген жоқсыңдар. Келеді. Давай, тарат. Папамды көрмедіңдер ме? Біз сенің папаңды бағып жүрмедік. А, бала? Мен саған бала емеспін. Сосын бағу туралы әңгіме болған жоқ. Көрдіңдер ме дедім. Кел онда, ойнайық, жігіт. Ондайым жоқ. Көрсеңдер айта салыңдаршы. Мен іздеп жүрмін. Айтайық. Айналайындар, мойнына мінгізер момақан тапқан екенсіңдер. Ішіме сыйған қыз сыртыма да сият. Продуктіге де ақша бермей қинайды екенсіңдер. Қызым аш, бір қарын тойып тамақ ішпейді. Бір-екі рет қол жұмсағанда болып тұр ғой мына баланың. Әйтпесем қызым анау-мынауға солқылдап жыламас еді ғой. Үйленерде жап-жақсы бала сияқты едің. Құдағи айналайын. Бір ашуыңызды қиыңыз енді. Ішіме сыйған бала сыртыма сият деген сөз қаншама жастардың обалына қалып жатыр. Үй болған соң ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды ғой. Әр ұрыстың артынан жастарды айыра берсек,
Біздің көргендігіміз қайсы? Қайта жарастырып отырмаймыз ба? Екі жастың арасына есі кеткен түсет деген. Әй, Есбике, сонда сен мені есі кеткен деп отырмысың? Жерде жатқан қыз жоқ. Әлде іздеуі жоқ, сұрауы жоқ қыз деп педің? Бода-бода қып жылатып. Не ол? Қанша шыдауға болады? Аллам-ай, не болып кетті? Жай ұрыстың арты сонша шу болатындай не білініп еді өзі? Бекжан-ай, не үндемейсің? Мына баланы жетім қылып отыра бересің бе? Әне, сөз тыңдамайды өзі. Аға? Жоқ, қазір барсақ па екен ауданға? Қазір? Иә. Кеш батқанша қанша уақыт бар әлі? 1 сағаттық жолға ары кетсе, қой келгенше келіп қаламыз. Керек болса замның үйіне барайық. Ол кісі қырсық адам. Барайық аға, тонымызды шешіп алмас. Шынымен жұмыстан қойын деп отырса, ең болмаса арманда кетпей арызды кім жазғанын біліп алайық та. Құр отырмай қимылдайық, қимылдағанға береке деген. Кетеміз мұнда? Әрине. Арыз қойлардың жемі болып отырамыз ба? Кеттік. Бека, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Папымды көрмедің бе? Көрген жоқ. Қап, қайда кетіп қалды екен? Айтпақшы, жаңа Жанарға бардым. Сөйлестік, ағылшын курсын ашам дейді. Мен жазылам дедім. Кешке үйіне қонаққа шақырып жатыр. Сен менімен бірге жүрсейші. Не болды? Көңіл күйін жоқ қой. Жай әшейін. Бәрі дұрыс. Білмеймін. Басын салбырап қалыпты ғой. Тыныштық па? Сол қатын кетем деп. Кеткені қалай? Білмеймін. Шаршап кет. Мінезін адам түсініп болмайды. Енді? Кетем дегенде ажырасам дей ме? Иә. Тоқта, ажырасқан несі? Жүр сөйлесейік. Жоқ, керек емес. Мамасы келген. Бәрі сөзін тыңдамайды. Жүр, ем болмаса молдан ертіп келейік. Мүмкін молда бірдеңе дер. Кетем десе жіберіп қойып отырасың осылай. Бека, қатын не демейді? Тұр. Сен неме қызыл сиыр іздедің бе? Жүр ғой өрісте. Қай өрісте? Қашан көрдің? Кәдімгі өрісте. Пап, маған ақша берші. Иә, мен саған банкімін ғой. Пособие алдың ғой? Бай, мына үйдің шөбі де тұрмайтын болды ғой. Алса қайтайын дебің. Кредиттің уақыты келіп қалды. Жоқ ақша. Мен саған кредит ал деген жоқпын.
Алла Тағала Құран Кәрімде ерлі-зайыптыларға қатысты сендер бір-бірің киімсіңдер деген. Киім дегеніміз не? Яғни киім деген бұл адамның көркін ашып тұратын нәрсе. Сондықтан ерлі-зайыптылар бір-біріне жарасымды болу керек. Және киім деген бұл адамның тәніне жақын тұрған нәрсе. Сондықтан ерлі-зайыптылар сіздер бір-біріңізге өте жақын адамсыздар. Жақын жандар бір-бірін кешіре білу керек. Сондай-ақ киім адамның бойындағы кемшіліктерді жасырып тұратын нәрсе, тәніміздегі. Ал ерлі-зайыпты болғаннан кейін сіздер өздеріңіздің бойыңыздағы кемшіліктеріңізді жасырып, жақсылықтарыңызды асырып тұруыңыз керек. Киім дегеннің тағы да бір анықтамасы, ол бізді ыстық пен суықтан қорғайды. Әлбетте ерлі-зайыпты болғаннан кейін өмірдің ыстық суығына бір-біріне көмектесу керек. Отбасы болғаннан кейін ұрыс керіс болмай тұрмайды. Соңғы рет ескерту болсын. Сен қызда тыныш отырмайсың ғой, білемін ғой. Шай алыңыздар. Дүйсен аға, қалайсыз? Айдан келатсың? Ан жақта. Онда не істеп жүрсің? Не істеп жүрсің онда дейм? Карт. Ұқтың ба? Дүйсен аға. Жүр үйіңе апарып тастайын. Жүр жеткізсейін. Жүре ғой.